Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің ас мәзірімізде нан салма. Пияз бен ет жұмсай бірге турап алдым. Бірге турамын. Пиязымыз бен етіміз қуырып алды. Енді сәбіз салатын боламыз. Енді осылай болгарский саламыз. Сосын сразу картошкасын салып берейін. Барлығы бірге қуырып. Ендігі кезек мына қамырда осыны жақсылап жайып қоямын. Міне подлигіне барлығын қуырып, суын қойып қойдым. Осы қайнап жатыр, астына аз әкеліп қояйын енді. Қамырды жайып болдым. Енді бұны қазір кесемін. Міне мен қамырымды жайып, екіге бөліп алдым. Жартысын осылай турадым. Жартысын осылай. Екі түрлі етіп турап қойдым. Қазір суым қайнап тұр, соған салып алатын боламын. Міне менде қамырым дайын болды. Енді подливасын құятын болам бетіне. Нан салмам дайын. Ал ас болсын. Бұл тамақты сіздер қалай атайсыздар? Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.